Елсін бидетті, кішігізден келген қадар. Көп мағалас шуң қәлі алас. Міне біздің кішіміз демек шуның қәлі. Міне шуның қәліге біздің кішіміз жетті. Кім біле, бәлки барлық бүтін халықларда көтерілген болса, бүтін халықтың өзаңы енді жоғары болып, біз татар деп көкірек түйіп ябышқан болса, бәлки көбірегінде ала алған болар едік. Әлі алғанында ішқындырмейші бізге бит татарға керек бит. Міне әлі шул алғанында файдалана алсақ, бізге бит берілді, тіл берілді. Рахатланып, өз тілімізді оқыта алабыз. Шуның үшін күреш барса, сөйлеше алабыз. Ғұрып ғадетлерімізді тұталабыз, динімізді тұталабыз. Күреш керек. Тұрмыш бит ол күреш. Яшау бит ол күреш. Татарстанға мұстақил бұларға керек ме? Бәлкім болашақ ма? Сіз аңа шанасыз ма? Қашан тұтады? Міне Швейцария, Европа ішінде кішкене генә ил, ол мұстақил дәулет. Ватикан ул да мұстақил, шулай бит инде. Мин ышанам барбір. Чөнки менә без эшләп бетерә алмаганны алдағы буыннар югалтмыйча үстереп, саклап, тагын да хыяллансалар, иншалла булыр да. Әмма инде үзегез күрәсез, без нинди дәүләт эчендә яшибез. Нинди дәүләт эчендә. Бүген ул хыял тормышка ашмады. Тормышка ашмады. Чөнки шишне ясаган булырлар иде. Шөкер, президентларыбызның акыллары җитте, сәясәтчеләребезнең акыллары җитте, матур гына итеп, тыныч юл белән чыктык без ул этапны. Моннан соң инде Ходай насип итсен. Без бит бик халык